ашқан сұлу зайсаным, асқар таулы шалқыған көлім зайсаным, тамылжыған табиғаты тұнған айнала, ұлылардың мекені болған зайсаным, алыс жүрсем аңсарым менің зайсаным. Гүлдене бер зайсаным, алға қарышта, өмір атты көштен қалыспай, мақтанышы болдың сен бүгін талайдың, өресімің жетіп алысқа. Сауыр сайқан маңырақ, тауларым қандай, шіліктідей өңірім тарихқа таңдай, үлкен кіші қаратал дайыр мен кең сай, айна бұлақ тас бастау жарсу көгодай, айта берсем таусылмас жерім осындай. Ассалаумағалейкум, құрметті зайсандықтар. Бүгін Зайсанда өте керемет осындай іс-шара өтіп жатыр. Зайсанды 155 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын, және де Барыс атамыздың 120 жылдық мерейтой осындай керемет той өтіп жатыр. Зайсандықтар, баршаңызды құттықтаймын, алға баса беріңіздер. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін, отбасыларыңызбен бақытты болыңыздар. Осы алда келе жатқан құрылтайға баршаңызды шақырамын. Ассаламағалейкум, ардақты Зайсан жұртшылығы. Сіздерді бүгінгі Барыс атамызды еске алу 120 жылдық үлкен ас мерейлі қуанышында ат шаптырып келіп қалдық. Сіздерді құттықтаймын. Және де өткенде Зайсанымыздың 155 жылдығы да керемет деңгейде тойланып өтті. Онымен де құттықтап қояйын. Алла қаласа алда үлкен сайлау келе жатыр. Береке бірлігіміз жарасып, Зайсаным өркендей берсін, жайлай берсін. Біз сіздермен біргеміз. Ал құрметті қазақ елі, дәл қазір өздеріңіз көріп отырғандай, біз Зайсан ауданындамыз. Зайсан ауданында бүгін Айбек ағамыз құрметті өзінің атасының 100 жылдығын құттықтап ас беріп, оның сыртында өзінің туған жерінде халқына осындай керемет болған үлкен концерт өткізіп отыр. Бұл концертте біз арнайы қонақ болып келіп отырмыз. Сонымен бірге Ұзаров тобы, Мейрембек ағаларымыз келіп отыр. Басқа да мықты әртістер, әншілер. Міне Зайсан ауданының ортасында осылай халыққа керемет болған концертін өткізіп отыр. Өте қуаныштымыз. Мен де Зайсан ауданына бірінші рет келуім. Жалпы халық өте көп келген бүгін. Өздеріңізбен кезіккеніме өте қуаныштымын. Төсе беріңіздер, өне беріңіздер, бай болыңыздар. Айбек ағамыз сияқты мықты қазақтың азаматтары көбейе берсін. Ассаламағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін міне Зайсан елінде керемет концерт болып жатыр. Айбек Барыс ағамыздың ұйымдастыруымен өте бір туған жеріңе туыңды тік дейді ғой. Осы туған жерінде болып жатқан керемет концерті өз мәресінде тамаша өтіп жатыр. Енді Зайсанның биыл 155 жылдығы, және біздің егемендігіміздің 35 жылдығы құтты болсын. Қазақтың көк туы биіксе желбірей берсін. Әрқашан осындай шат-шадыман өмірде, жақсы күндерде өмір сүре берейік. Барлықтарыңызға жақсылық, қуаныш тілеймін. Зайсан халқына мыңда бір алғыс осындай қошеметтеріне, құрметтеріне. Құрметпен әнші сазгер Қажымұрат Шешенқұл. Сіздерді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Айбек досымызға да рахмет. Ата бабасына сыйлап, әруақ сыйлап, ас беріп, және сіздермен біздерді қауыштырып, үлкен мереке сыйлағанына. Аман болыңыздар, Зайсанымыз көркейе берсін. Сіздерге талай-талай жақсылықтарыңызға, мерекелеріңізге келеміз деген үміттеміз, ойдамыз. Келген кезде осылай құшақ жауып қарсы алғанбыз. Зайсандықтар, ассалаумағалейкум! Жүрек дамылдамай, сенесің бе, келесің бе жаныма. Қалың қалай хабарласам, қоңыр
армысыздар иә Мейрамбек? Ой, супер. Керемет. Кенжебек бізге айтпай киіп жүр екен ғой осындай керемет жерге. Рахмет. Ал енді келесі әнде бірге шырқайық. Музарт еткен деп айтсақ артық емес шығар. Біздің биыл білесіздер Музарт тобына 25 жыл толды. Және жаңа Мейрамбек хабарлап жатыр, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деп. Оған қоса мемлекетке 1000 рахмет. Мейрамбек Беспаевқа және Сәкен Майғазиевқа Парасат орденінің иегері деген атақ ұсынды. Құрметті Зайсан жұртшылығы, еңбек және тыл ардагері, 2 мәрте еңбек қызыл ту орденінің иегері, Жасықбаев Барыс Ботұлының 120 жылдығына арналған гала-концерті өз мәресіне келіп жетті. Аудан жұртшылығына осындай спорттық, рухани және мәдени кеш сыйлаған атамыздың ұрпақтарына тағы бір мәрте қошемет білдірейік. Сау болыңыздар!